Бұл отбасында береке көптен бері кетті. Үйдің басты иесі Әнес 2 күннің бірінде ішіп келетін шығарды. Сау күннің өзінде ұрдажық мазасыз мінезінен үй ішін мүлде мезететін. Қараптан қарап отырып, айналасындағы ұсақ тиекке араласып, өз деген болмаса, жасөспірім балаларына қосылғалы бері үйдің ыстық суығына күйіп келе жатқан әйелі Күмісайға қол жұмсайтын. Аузына азазыл арақ тигенде не оңсын, ол ішіп келгенде міндетті түрде бүлік бастайтын білетін кішкене ұлдары тығылып қалатын. Ал ең үлкен ұлы әкесін мүлде анық жақтырмайтын. Естияр Күмісайға: апа, барлық жастарың барып жұмыс істеп жатқан жері ғой. Қалаға кеткім келеді. 2 қолға бір жұмыс табылар. Тұрғым келмейді бұл үйде. Сендер де менімен бірге жүріңдерші. Бәріміз кетіп қалайық жос үйден дейтін. Сенікі дұрыс дейін. Ал мен әкелеріңді бұл жерде қалдырып қалай кетемін? Ел не дейді? Ағайын туыс не дейді? Әнесті бүгін ғана көріп отырған жоқпын. Шыдап келем ғой, тағы да шыдаймын. Мұның түзелмейтінін де білем. Мінезі көрде түзелер енді. Қайсымыз бұрын өлетінімізді қайдам. Мен бұрын өліп кетсем әкелерің сендер әкелеріңді керек қылмай быт-шыттарың шығасындар ғой әлі дейтін. Күмісай сабырлы қалпын сақтап. Күмісай Әнестен көп жас кіші. Бұрын Әнес үйленген. Ол әйелі бала үстінде қайтыс болыпты. Ол кезде Әнестің әкесі де шешесі де тірі болған. Әнестің 3 баласын бағып өсіруге әке-шешесі барын салыпты. Кейін кемпір мен шал уәделесіп алғандай бірінің артынан бірі қайтыс болған. 12-18 жасар ұлдармен Әнес отбасында бір өз қалып, мектепте мұғалімдік сабағын әжептеуір беріп жүрген көрінеді. Күндердің күнінде осы мектепке институтты жаңа бітірген Гаухар атты бір қыз облыстан арнайы жолдамамен жұмысқа келеді. Ол орыс тілі әдебиетінен сабақ беріпті. Осы қызға әйелі өліп бойдақ жүрген Әнесте мектеп директоры Төлеген де өлердей ғашық болыпты деседі ел. Алайда Гаухар бұл ауылдың мектебінде директор Төлегенді де Әнесті де менсінбеген. 7 ай өтер-өтпестен кетіп қалған. Мен қызға көңіл білдіргенімде менен жассың, үлкен әрі 3 баланың дырдай әкесі сізге ят емес пе? Менімен неге қосарланасыз? Отбасыңды құрып ал, жасың кіші деп қайта маған жол ашпайсыз ба деп мектеп директоры Әнеске беретін сабағының сағатын қысқартып кесіп тастайды. Мінезі бар Әнеске мектеп директорының өктемдігі ұнамайды да аудандағы білім беру басқармасының атына шағым жасайды. Жоғары жақтағылар Төлегенді қолдайды. Жасалған шағым нәтижесі қалады. Бұл кез ел тәуелсіздік алып, одақтың ыдырап ауыл жұртшылығына таныс емес нарықтың енді келіп, жұмыссыздықтың белең алған кезі. Ауылдың да жағдайы күрт төмендеп, көпшілік жұрт қолдағы бар малын сатып бітіріп, енді күн көріс қамы қалай болар екен деген қобалжумен жүрген. Міне алғашқы арақ ішу Әнесте осы кезден басталған. Мектепте қызу болып келген Әнесті бір күні мектеп директоры педагогқа жат қылық көрсеттің деп жұмыстан шығаруға бұйрық береді. Өз ауылынан көршідегі нағашы жұртының ауылына қоныс аударуға мәжбүр болған Әнес сол жақтың бастауыш сыныптарына сабақ беруге әрең дегенде жұмысқа қабылданды. Күмісайды Әнеске үгіттеген сол жақтағы мектептің бірі еденін жуып, екіншісі түнге қарауыл болып жұмыс істейтін жақын жеңгелер екен. Заман болса мынандай, коммунизм деген құрыды, ауылда жұмыс жоқ, өз басын асырай алмай жүрген жігіттер саған үйленгенмен асырай алмайды. Әнес мектеп мұғалім, өзі бір тоға жігіт сияқты. Бюджеттің жұмысында тұрақты ақша беріліп тұрады. 3 баласына оң көзіңмен қарасаң болды. Олар да оң солын танып қалған балалар ғой. Сенің қолғанатың болады. Шешесі өлгелі бері қайбір жылы сөз естіп жүр дейсің. Мынандай уақытқа тап келді. Бауырыңа тартып, айналайын деп жылы жұмсақты ауыздарына тосып отырсаң, ер балалар қыздарда емес, бауырға сіңгіш, тез үйренісіп кетеді. Ертең өссе бөлек-бөлек үй болар, жан-жаққа отау тігіп кетеді. Екеуінің өз балаларында болар. Еркекке жас үлкендік ештеңе етпейді. Сені қартайтатын шамасы бар. Төре қызау келіс деп жеңгелері екі жақтан Әнесті мақтап, 7-ші сыныпты бітіріп, үйде отырған алысқа оқуға баруға отбасының ыңғайы келмеген 18-ге толар-толмас Күмісайды Әнеске тұрмысқа шығуға келістіреді. Алғашқы жарты жыл барлығы жақсақ болды. Балалар да Күмісайға үйренді. Бәрі де тәртіптақ, сабақтарына да жақсы. Оның үстіне еңбекқор. Апалап Күмісайға үй шаруасының бәріне көмектеседі. Тек көңіліне қона алмайтыны Әнес балаларға өте қатал. Бір шамалы елеусіз нәрсе үшін баланы боқтап, шалбарынан қайыс белбеуін алады да тек сабай бастайды. Күмісай арашаға түсіп, темеш оған ебай, темеші деп шырылдап жүргені. Сенің жұмысың болмасын, шық үйден деп Күмісайды да қайыс белбеумен арқасына салып жіберетін шығарды. Аузына келген боқтық сөздердің бәрін боратады келіп.
Бұрын орта мектепте математика пәнінен сабақ берген, оқушыларға тәрбие көрсеткен мұғалім болғанына мұндайды көріп сену қиын. Күйеуі әнестің жағымсыз қылығы күннен күнге осылай үдей түсті. Бақытты боламын деп келіп, сорды құшқан Күмісай бірнеше мәрте кетіп те қалғысы келді. Мен кетіп қалсам мына балалардың күні не болады деп бір ойлады. Анасынан жетім қалып әкесіне мейірім көрмеген өңшең ер балалар жаман, бұзық жолға түсіп кетеді-ау деп екінші ой тағы да тоқта дегенге әкеледі. Өзі бала көтере қоймады. 2 жыл өтпей-ақ Күмісайдың қыз күнгі ажары, солғын тартып жібектей мінезі әнестен орынсыз қаталдық көрген соң қатқылдана бастады. Бір күні бұдан қорқып күнде өлгенше, бірақ өлейінші деп қасына жақындап, неге айқайлай бересің, неге? Сорлы балапандарды ұрған қолың сыныпта қалмайды екен сенің. Ішіп келдің бе, жатсайшы, тыныш, үндеме. Берекені алма дейді, барынша даусын көтеріп. Әй, сен қатын, маған дауыс көтеретін кімсің? Әкеңнің аузын, 77 әкеңнің. Тиме апама, тиме деп жаншыра үлкен ұл Естияр келді ентелеп. Арашаға, сен қатын, өз баламды өзіме қарсы қойғың келеді ме? Көрсетем мен саған қазір. Көрсетем. Ол сарайға бет алды. Сарайда үлкен ет жабатын балтаны ұстап келеді. Апа, кетейік, былай кетейік. Естияр Күмісайдың қолынан тартып, әрі қарай сүйрей жөнелді. Әнес балтаны лақтырып үлгерді. Балта тарс етіп Күмісайдың арқа жағынан жетер-жетпес жерге түсті. Бұлар аман қалды. Енді бармайық шүйге апа. Естияр әбден әкенің сабағынан зәразап болған ба денесі дір-дір етеді. Бұлар күздің салқын күндерінде ұзақ уақыт сыртта жүрді. Мүмкін енді ұйықтап қалған шығар деп, үйге келсе үйдің есігін іштен тарс кілттеп қойыпты. Естияр, апа, мен терезеден түсіп көрсем қайтеді деп ұсыныс жасады. Қой, терезеден қалай түсесің? Сындыруға болмайды. Үйтсең ертең қайта таяқ жейміз. Қорада мал дегенде жалғыз сиыр бар, және 3 қой. Екеуі қораға жылынуға келді. Күмісай сабанды жерге төсеп, қасына Естиярды алып құшақтасып, екеуі бір-біріне жылу бере көздерін ілдірді. Осындай ұсқынсыз тіршіліктің соңы болмады. Қайталана берді. Көршілер де, жақын ағайындары, туыс нағашылары да кейде әнеске ақыл айтатын болды. Жұрттың ақылы оны одан сайын ызаландырды. Күмісайдың өзі бұл күндері құр сүлдері жүр. Кейде жүрек тұсы да шаншып, демін алдырмай тастайды. Дәрігерге көріну қайда? Нарық деген пәлені қайдан көрген? Ауылда жұмыс істейтін фельдшерлік пункт жабылған. Қара құлып тұр қазір онда. Ауылдағы бастауыш мектепте жабылудың алдында. Бюджет тапшылығына байланысты мұғалімдер қысқартылады. Әнес сол қысқартуға бірінші болып білігіп, мұғалімдіктен босады. Бұл жақсы сылтау болды. Ішкілікке енді бір жолата берілді. Қырыну болмағандықтан Әнестің сақал мұрты өсіп, нағыз маскүнем кейпін киді. Енді үйдегі Әнес пен балаларды қалай аш қалдырмау керек. Бұл міндет Күмісайдың мойнына түсті. Ауылдан 3 шақырым жерде теміржол бекеті номер 15-ші разъезд бар. Осы разъезге кейде неге екенін ешкім білмейді. Жолаушылар пойызы 1-2 минут аялдайды. Күмісай ауылдың басқа да әйелдерінен көріп үйреніп, аз уақыт аялдайтын жолаушылар пойызына сиырдың сүтін, ұйтылған қатық, тауығы барлар жұмыртқа, тағы да қолда пісірілген дәмдерін сататын болды. Үйдегі балаларға талғажу жасауға бұдан түскен табыс бірде жетіп, бірде жетпей қалады. Тағы да 2 қыз, 2 көктем келді. Естияр 10-шы сыныпты бітірді, 17-ге толды. Апа, мен қалаға кетем дедім ғой, енді шын кетемін. Орта білім алдым, әскерге дейін қалада жұмыс істеймін. Вокзалға барып жүк тассам да бір ретін табамын. Сосын кейін қасыма сізді, Есжан мен Ержанды аламын. Әкесінен көңілі қалған болар. Әкесін сол кезде аузына алған жоқ. Естияр аттестат алған күні. Күмісай Естиярды бұл жолы расы керек тоқтатқысы келмеді. Оны да түсінеді. Түсіне отырып, әкесінің қылығынан мен сияқты ол да қажды. Сыртта жүріп өзінше әрекет етсе етсін. Орыс халқының балалары да жүреді ғой. Әке шешесі бір елде, өздері бір елде. Мүмкін еркін жүргенде пысып қайтар шыңдалар. Мен неге болса көніп, Ержан мен Есжанға қарай тұрайын. Бұл балалар жаман емес. Тек жөнді тәрбие көре алмай жүрген болмаса деп ойлады. Балам-ау, сенің жолыңа ең болмаса азын-аулақ тиын тебен керек емес пе? Мына сиырдың бұзауын сатуға обал шығар. Ана қойлардың біреуін сатайық. Мұны әкеңе айтпай-ақ қояйық. Ақшасын араққа сұрайды. Білмей-ақ қойсын. Бәрібір ол ненің бар, ненің жоғын аңғарудан қалды деді. Күмісай Естиярмен ақылдасып. Апа, сатсақ сатайық, бірақ сол қойдың ақшасын мен түгел алмаймын. Сіздерде қалсын. Мұнда да керек қой деп Естияр жеңілдеп қалды. Енді бұл ауылдан қой алушы табылсайшы. Бәріне сатып алатын көк тиын жоқ.
Сендер сойып жіліктеп сатыңдар. Жұрт ет жеп шекелері шалқып отырған жоқ. Азын-аулақ етке өздері үшін тиын тебен тауып береді деп біреу ақыл айтты. Күмісай мен Естияр мұны дұрыс деп тапты. Сөйтіп қораға қара қойда келіп, Естияр оны бауыздап пышақпен енді жіліктеп жатқанда, әлгінде ғана төсекте бүк түсіп ұйықтап жатқан Анес келе қалсын. Әй, қойды не істеп жатырсыңдар? Әкелеріңнің аузын. Сендер мені адам деп ақылдасудан қалдыңдар ма ей? Ах, мені өлді деп ойладыңдар ма ей? Қойды кімге сойып жатырсыңдар, а? Мен өлген жоқпын. Әкеңнің сендерді өлтірем, қазір өлтіремін. Өлтірем деп Анес аюдай ақырып, қайыра үйге бет алсын. Апа, мен білсем әкем мылтыққа кетті. Өткенде ескі мылтығын оқтап отырғанын көргенмін. Ол қазір екеумізді де аямайды. Күмісай да Естияр аман қалсын деген бір ғана ой болды. Анестің соңын ала жүгірді. Расында Естияр айтқандай, қолына мылтығын ұстаған Анес осы кез тура табалдырықтан бері аттай берген. Күмісай бар екпінімен Анесті қос қолымен кеудесінен итеріп келіп қалды. Анес шалқасынан құлап түсті. Шүріппеден оқ тарс етті. Табалдырыққа шүйдесімен құлаған Анестің мұрнынан бірден қызыл қан атқылай бастаған. Артынша көз аларып, қолындағы қаруын жерге сылқ тастай салды. Күмісай не болды не қойды түсінген жоқ. Естиярға оқ тиіп кетті ме деп ойлаған. Баланың тірі сұлбасын көріп, демін ішіне алды. Қанды оқиғаны Естиярдың да бірінші көруі. Не болып не қойған бірден ол да табанда ажырата алмай қалды. Анық ажыратқаны, әкесінің көзі аларып, мұрнынан қан сорғалап жатқаны. Балам, мен әкеңді өлтіріп алдым. Өлтіріп алдым ба? Қатты, екпінмен итеріп едім. Мына босаға, мына табалдырық дей берді дірілдеп. Сөйтті де сұлап жатқан Анестің қасына отыра кетті. Қанша уақыт өтті? Белгісіз. Өліктің қасына екеуі де мелшиді. Апа, тұр, тез тұр апа. Папаны екеулеп қора жаққа апарайықшы. Бұл жерде есік алдында болмайды енді. Үйге де кіргізбейік, ойласу керек. Тез апа, тұр, тез деп Естияр бір кезде асықтыра бастады. Күмісай Естиярдың айтқанын істей берді. Екеуі Анесті сүйрелеп, мал сойылған жерден әрі түпкі жағына әкелді. Бұл кезде нағыз түс мезгіл еді. Есіктің табалдырығын Естияр тазалап сүртті. Қолына қолы ілеспей шапшаң қимылдап жүр. Бұл кезде есіне әлі келе алмаған Күмісай сойылған қойдың қасында отырған, болдаған, жаңа көргенде қан, жүрек тірілі, үдемесе басылған жоқ. Естияр қасына келді. Апа, деді ол Күмісайға жақындап, папамды сен әдейі өлтірген жоқсың ғой. Өзі құлап қалды. Осыны айтты да үнсіз көпке дейін қалды. Сосын барып сөзін тағы жалғастырды. Қаншама азап көрсетті біздерге. Өзі кінәлі, бір жағынан мылтық алып. Егер сен оны итермегенде, оқ не маған не саған тиетін еді. Апа, бер қарашы, көрген мен ғана ғой. Мен ешкімге айтпаймын. Екеуміз ғана білеміз. Иә апа, енді жыламашы апа. Естияр Күмісайды жақсы жұбатты. Бір кезде өзі солқылдап көз жасын төксінай келіп, папай, папай деп біраз отырды. Ішсе де ұрса да тоған әкесі. Табан астында өлді де қалды. Бір жағынан аяныш бар, бір жағынан қандай ой бар ішінде. Өзі біледі, өксігін баса алмады. Милицияға хабар берейік, олар мұның осылай өлгенін білуі керек. Қасақана жасаған жоқпын. Мен оны тоқтаттым деймін ғой. Шындықты түгел айтайық, деді Күмісай әлден соң мұрны пысылдаған күйі. Апа, шындық бізге көмектеспейді, қайта бізді құртады. Сен неге итересің? Өлім содан болды деп сені түрмеге жабады. Осы керек па? Маған немесе саған. Екеулеп өлтірдіңдер деуде мүмкін. Екеуміз түрмеде болсақ, Ержан мен Есжан кімге қалады? Бандиттер келді, мылтықпен шықты. Содан оралмады дейміз. Ана ұзын жаптың бойында бір ескі құдық бар. Қазір сол құдық бос жатыр. Айналасын қалың қамыс басып кеткен. Өткенде мен сиыр айдап жүріп көргенмін. Бұрын ішінде су жататын, қазір түкте жоқ. Міне, папамның көмілетін қабірі сол жер енді. Ешкім білмейді, білдіртпейміз. Ал мына сойылған қойдың етін тез бөліп, кешке дейін өткенше сатып келейін. Сатылмағаны үйде өзіміздің көже қатығымызға қалады. Ананы, деді, әкесі жатқан жақты нұсқап, түнде реттейміз. Күмісайдан Естияр ер бала болғандықтан ба, ой терең, әрі ақылды, әрі қайсар болып шықты. Айтқанында кешке дейін қойдың етін бөлініп сатылды. Үйдегі аш отырған балаларға Естияр сол жақтағы дүкеннен жейтін тәтті тоқаш пен кәмпитте әкелді. Олар соны қаужаңдап, мәз болып ойнап жүр. Күмісай бүгін сойылған қой етінен тамақ істеуге әлі болмады. Өз-өзіне келе алмауда. Кеш қараңғылы бұрынғыдан кешіккендей. Бүгін айдың да жарығы мол. Осыған дейін Естияр үйден ескі киізді тауып,
Оған әкесінің мүрдесін орап байлады. Мүрдені сүйрететін тақтай сияқты бірдеңені тапты. Бұрын электр жарығы жарқырап тұратын. Бұл ауыл нарық келгелі қараңғылыққа үйренген. Жаққандар сығырайтып шам жағады, шам жақпағандар ерте жатып қалады. Темір жол бойынан өтіп жатқан кешкі жүк пойыздерінің паровоздарының ғана алыстан жарқ-жарқ жарығы көрінеді. Артынша жоқ болады. Бұрын Күмісай қалай байқамаған. Көктемнің кеш тым ұзақ екен-ау, батып болмады. Тіршілік деген тоқтамай жалғасып жатыр. Ішкі ой тыныш болмаған соң ба, селт еткен дыбысқа өзгеше қыбырға сезіктене, дәл осы жағдайға үйге бөтен біреу келіп қалмады ма екен деп сезіктеніп отырды. Ешкім көрмей, ешкім сезбей, тезірек құдыққа көміліп тасталса екен. Мен адам өлтірдім. Қалай, лезде қалай, мен тіпті қалай қатты итеріп жібердім дей береді іштей өзіне өзі. Естияр бірақ сәтте ересек болып кеткендей көрінді Күмісайға. Оның айтқандай Әнестің мүрдесі құдыққа тасталды. Мылтықта қоса көмілді. Түн жарым ауғанда үйге келіп екеуі төсекке құлағанша ешкімнің көзіне түскен жоқ. Әнес осылай 1995 жылы мамырдың 30 күні жоғалып кетті. Туған туыстарға Естиярдың құрастыруы бойынша бүтіндей көркем шығарманың желісі жасалып, ол ауызша былай айтылды. Құданың құдіреті, тез арада ақша тауып беріңдер деп, беттерін бүркемеленген біреулер келіпті үйге. Әнес мас күй оларға айқайлапты. Ақшаларың болса маған беріңдер, маған да керек сол ақша деп. Ана бандиттер үйіңді өртеп бала-шағаңды қырып кетеміз, тап ақша деген. Өй әкелерінің аузын деп Әнес оларға. Қазір мен сендерге көрсетемін. Үй шыңғырғанды. Сөйтіп үйден мылтығын ала шығыпты. Бір рет тарс еткізіп атыпты. Сосын аналар қашты ма, соңынан Әнес қуыпты. Күмісай сүт сатып разъезден келе жатыр екен. Алыстан байқапты Әнесті. Мылтық ұстап кетіп бара жатқанын. Кімге хабарласын? Дәл сол жерде милиция жоқ келе қоятын. Көрген Естиярға айтыпты. Естияр сол күні сол маңайдың бәрін шолып қарапты. Папамды бандиттердің біреуі мылтығын тартып алып өлтіріп кеткен жоқ бекен деп. Табылмапты. Бір күн, екінші күн, үшінші күн. Міне осы жағдайда ауылдық милицияға ауызша айтып, одан кейін жазбаша қағазға түсіріп, Күмісай баласы екеуі Әнес мына күннен бері жоқ. Қолында мылтығы, үстінде мынандай киімі бар деп жоғалғандығы туралы өтініш жазып қалдырды. Ағай жақсы адам еді, бізге сабақ берген. Ол кісіні іздестіреміз, табамыз, аудан облысқа да хабарлаймыз деп милиция жігіт өтінішті алып қалады. Біреудің жоғын біреу іздеп қоятын заман емес. Ауылдық милициядан да, аудан жақтан да іздеушілер бөтенде із кесіп жатқаны байқала қоймады. Милицияның талабы бойынша жергілікті газетке, телеарналарға Әнесті суретмен шығарып, жоғалған туралы хабарландырулар берілді. Ешкім еш жерде көрмепті. Табылмады. Бұл оқиға 1 жылдан соң суый бастады. 2 жыл өткен соң басқаларға мүлде ұмытылды. Естиярдың тікелей талабымен сол тұрған ауылдан Күмісай қалаға көшті. Алғашқыда пәтер жалдап тұрды бәрі. Күмісай қаланың қара базарында қарапайым саудамен айналысты. Біреуден көтермелеп көкөніс жидек сатып алып, оны екінші жерге бағасын үстемелеп сатып, үстінен азын-аулақ көрген тиын тебенмен 2 ұлды қала мектебінде оқытты. Естияр бұл уақытта әскерге барып, бұрынғыдан да есейіп шыңдалып келді. Сырттай заң техникумын бітірді. Нотариат кеңсесінде жұмыс істейтін болды. Есжан мен Ержан да Естиярдың кеңесімен 8-ші сынып бітірген соң кәсіптік техникалық училищеде оқып, техникалық мамандық алды. Екеуі техникалық жөндеу станциясын ашып, жеке бизнеспен айналысқанына көп уақыт болған жоқ. Әнес жоғалған арада 10 жыл өтті. Бір күні Күмісай Қалижан қызын іздеп жүрміз деп, үйге милиция формасын киген бір жігіт келді. Ол бірлестік ауылынан келіп тұрғанын, күні кеше Уәли деген малшы ескі құдықтан бір өлікті тауып алып хабарлағанын, енді сол мүрде жоғалды деп жүрген Әнес Оразбаев емес пекен деген болжам бар екен. Және істі анықтауға, яғни өлген адамды тануға машинамен қазір бірге жүру керектігін айтты. Бұл хабар Естиярға жетіп, ол да бірге жүрді. Күмісай іштей қуанды. Әнестің жан баласы көрмейтін құдықта жатқаны қиынайтын. Себептен қалай да осы шашылып, мейлі мен кінәлі боп түрмеге кетсем де әйтеуір Әнестің сүйегі жұрт жатқан зиратқа жерленсе, атын атап құдайсын берсем, Құранын оқытсам, мен Алла кешірер деді, жолда келе жатып. Айтқанындай солай болды. Ешкімде бұл оқиғаға Күмісай мен Естиярдың қатысы бар екен-ау деп сезіктенбеді. Ондай сезіктену ойларында да болған жоқ. Бандиттердің ісі, мылтығын қоса көміпті. Қарудан құтылғысы келген ғой сезіктенер деп. Ой, сол жылы кісі тонаушылар, адам өлтірушілер әр ауылда көп болды ғой. Мал бағып жүрген біздер сонда қатты қорқатынбыз. Мына темір жол бойы үнемі осындай ғой. Не бір түрмеден қашқандар бар.
Осындай бандиттер бар. Пойыздан түсе қалады да ауылдағыларға келіп сес көрсетеді. Балам, әкеңнің иманын берсін. Кісі қолынан өлген адамның жаны пейіште болады дейді. Әкеңнің рухы пейіште шалқысын қазір, деді құдықтан мүрдені шығарғанда уәли ақсақал. Енді бұл жартылай шірген сүйекті молдалар қайыра жудырмаса керек. Бірақ осы күйінде қалай жерленеді? Оны ертең өздерің иманнан сұрап біліңдер. Ата, бұл құдықты қалай тауып жүрсіз? Айнала толған ақбас қурай. Құдықты компас арқылы таптыңыз ба? Құдық болған деп осы жерде ешкім ойламайды деп сұрақ қойды милициямен бірге жүрген бір жігіт. Мал баққан адам бәрін табады. Менің бар ғой мынау Ботабай қыстауынан әрі Ильяс жағалауынан бері ар жағында бір қазан, бер жағында қос құдықтың аралығында қолмен қазылған қанша құдық барын білем. Нанар болсаң, бұрын осы құдықты өзім қазғанмын. Онда әкем марқұм тірі. Ол кезде 40-тағы кезім. Суы дәмдақ болған, малға да адамға да жететін. Өйткені ана етектегі дария жақын ғой, ылғалы мол. Қазір ғой дария төмен түсіп кеткен соң айнала қурап, құдықтың судың шығуы қиын болып тұрғаны. Қаладағы жүрсін балам бар емес пе? Өзі мен сияқты малсақ кредитке ақша алып, 20 сиыр 100 қой сатып алып, көке ерсін ауылда жүр ғой, мал бағып көрсін деп, сіз сияқты. Сіз қасында көмекші боласыз. Өзіміздің ата қоныс бар деп, мына інісіне шаруа қожалығын ашып берді емес пе? Бұл жердің рас, малға оты қолайлы, бірақ су жағы қазір қиындау. Өйткені дария қашықта. Қайда анау қырға төмендеп кетті. Содан құдық қазбақшы болып, бір-екі жерді қаздырамын деп, суы тереңнен шықпады. Қазушылар қиналды. Есіме өзім қазған осы құдық түсті. Іздеуді бастадым ғой сосын. Әй, үлкейгенді қой, 2 күнім кетті. Қасыма кенжеұлым мына ерсінді ертіп жүргенмін. Әрі жердің ой шұңқырымен таныстырайын деп. Не керек 3-ші күнде осы құдықты таптым. Бұл құдық бар ғой, негізі біреу әдейі көмгенін байқадым. Мұндай жермен жексен ізсіз қалуы тиіс емес. Ескі құдықтардың жайын жақсы білем ғой. Үстіне шөп өсіп кеткен, байқалмайды, мүлде. Мына анау дариядан тартылған канал, каналдан тартылған үлкен жаптың жағалау арқылы із салдым ғой. Кетпенді алып біраз жер тереңдігін аштық. Бір уақытта мына баламның күрегі сүңгіді де кетті. Құдай-ау десей, құдықтың ернеуі көрінді. Содан жан-жағын кеңейтіп, қазып жатқанда күректің ұшы сақ етті. Темір дегеніміз мылтық. Ар жағын енді айтпайын. Осы ғой көріп тұрғандарың. Алғашқыда ерсін үлбіреп, жүн боп кеткен киізді көре салысымен, көке, мына оралған көмбе болар. Біреулер алтын ба бағалы заттарын көміп қойған шығар дейді маған. Мен де ентеледім. Қане деп. Сөйтсем аста апыраллай, тік күйінде бас жағын жоғары қаратып, көмген адамның денесі ғой. Не ойлайтыны бар? Баланы атпен шаптырдым, милиция жаққа. Тез көздерімен көрсін келіп деп. Осылай да осылай, мүрде жатыр белгісі біреудің деп. Милицияда келді жарты күн салып. Ата осылай тұра тұрсын, әзір ашпаңыз. Офиске барып тіркеу журналы қарайын. Жоғалған адамдардың тізімін көремін деп милиция қайта кетті. Міне енді көріп отырсыңдар жарықтық-ай. Әнес екен. Балаларды оқытқан мұғалім ғой бұл. Марқұмды білем. Заман қиын кезде шіңкіреп жүргенін көргенмін. Сосын естігенбіз. Жоғалып кетті деп. Енді табылып отыр. Ата, осы құдықты қазір қазса су шығады деп ойлайсыз ба деп сұрақ қойды тағы біреуі уәли ақсақалға. Неге шықпайды, шығады. Енді бір айналып келсең осы құдықтың балдай суын таттырам саған. Уәде. Сізге рахмет. Әкемді тауып бердіңіз. Құдығыңыздың суы мол әрі дәмді болсын деп сыпайы тіл қатты Естияр. Айналайын. Әкең иманды болсын балам. Аға, сізге көп рахмет. Алла риза болсын деп Күмісайда Естиярдан кейін қартқа жанарын тіке сала алмай. Бұл құдықтан табылған көмбе хабары ауылға жақсы жаңалық болып тарады. Әнесті балалары көрші ауылға баяғы ата әжесі жатқан зиратқа жерледі. Онсыда жүрегі сыр беріп жүрген Күмісай құдықтан мүрде алынған күні-ақ жедел жәрдеммен бірден ауруханаға түскен. 10 күннен кейін қайтыс болды. Енді үйленем деп жүрген Естиярға бұл қаза қабырғасына қатты батты. Бала күннен қабағына қарап, туған анасын жоқтатпаған, өзіне шексіз қамқоршы болған Күмісайдың жылын өткізгенше үйленуді шегерді. Мүмкін кездейсоқтық, мүмкін тағдырдың белгісіз тылсымы. Естияр 3 айға жетпей жол апатынан мерт болды. Әнес жоғалып өзі табылып еді. Әйелі мен баласын қосақтап қасына бірден алды ғой деп зират басында Естиярды жерлеп жатқандар. Барлық оқиға сырын қара жер жұтып қала берді.